Бірдеңе бүлдірейін деп тұрғанымdır. Әйтеу дегенде билет тауып, кеше ауыстырып, билеттерім күйіп кетеді, басқа билет алып, сонымен короче қазір Өскеменге шығып бара жатырмын. Отырмын. Қарным ашып тұр. Бетім бәрі ісіп тұрсыздар, көрмей тұрсыздар ғой. Өскеменге бір нәрсе істетейін деп бара жатырмын. В принципе, бір причинасы общий баруымның косметолог. Ағырке деген косметологым бар. Сол кісі Өскеменде де арнайы сол кісі үшін негізінде бара жатқан адаммын ғой мен Өскеменге ше. Потому что Алматыға келмейді ол кісі. Алматыда болмайды. Ал мен сол кісіге ғана барғым келеді. Именно қандай процедура екенін айтпаймын пока что. Өскеменді вообще суық деп елестеткен мен. Аяз деп ше. Но каким-то образом мен пальтома пайда өт екен. Или мен тура осы жерде ғана соны сезіп тұрмын ба, андай жылылығын. В общем, сол сөйтіп келе жатырмын. Өскемен міне. Осылай, короче. Бұл жақта жалпы мен өсіп, осы жақта именно оқып, спортқа барып, кәдімгідей, былай айтқанда мен өсірген қала. Ең жақсы көретін, ең жақын қалам осы Өскемен қаласы. Қырып қала бересін дейтіндерге мен басына келген кезде бірінші эфирдің өзіне жай ғана шопансыз деп айтып пікірімді айтқан болатынмын. Ол сол кезде прицелі бар женщина, сен мамка болып, мына жерде жас балдардың ойыншығы болып жылап отырасың, білім менен төмен деп жекеме өтіп айтқан болатын. Енді ол сот емес, чтоб екеумізді былай қатар қойып, мен сенен жоғарымын дейтін. Білмеймін, енді мен өзімді шолпамен салыстырмаймын, білем, менің Құдай маған түрді де, бойды да, мінезді де, талантты да, жағдайды да ештеңені аямай берген. Өзімді ешқандай сол жерде отқан, ешқандай жас қызы болсын, кәрі отырып қалған қыз болсын, ешқайсысын ауыстырмайды екен. Бойымды да, өмірімді де, тағдырымды да шүкір айтамын. Енді айналып келіп мен ажырасқанымен қызым тәрбиесінен басқа тиісетін түктер жоқ қой, соған тиісе береді. Енді олардың жекесіне өтіп айтатын болсақ, мелочь нәрселер көп та. Қойшы олардың сол дәрежесіне түспей ақ қояйыншы деп ситуация бойынша ғана пікір айтып отқанның өзінде мен де жекеме өтіп кетіп жатыр. Енді прицел бар женщина деп жатыр ғой. Прицел бар женщина деп бастады ғой енді. Мен ол қызды, сендер, наверное, әке-шелерің үшін, біреулер үшін прицеп шығарсыңдар, сендер артынан еріп жүрген. Бірақ ол қыз мен үшін жеке тұлға, Құдайдан 5 уақыт намаз оқып жүріп, денсаулығын бер, өмірін бер деп мен тілеп алған қызым. Енді шүкір Аллаға, сансыз сондай менің қызым болғанына. Енді болашақтарын көрсетеді ғой, сендердің сондай прицептерің бола ма, болмай ма. Ол денсаулығы мықты дейсіне, денсаулығы мықты бола береді, потому что болашақта өмір басқаша болып кетуі мүмкін. Сол үшін не бар, не жоқ деп Құдайдың маған берген перзентім прицеп деп ендігәрі ауыздарынан шығатын болсыншы. Ана шаштарыңды жұлып, қолдарыңа беріп, қайсы бірің болса да аямаймын, күнделікті сендердің көріп жүрген минустарың бәрін сол кезде беттерің айтатын боламын. Осы жобада қатысушылардың арасында менің қызым тәрбиесіне тиісетін Ғалымжан еді. Бүгін Еркеғали айтып жатыр да пікір, мен ойланып қалам ғой. Бұндай пікір айта алмайтын еді. Бұл тек қана тойда жаттап алған сол бір-екі импровизациясымен тойға шығып шошаңдап ақша тауып қайтқаннан басқа қолынан түк келмейтін еді ғой деп қарасам, сен Ғалымжанға қайта барып совет сұрап отыр екен. Сөймен дедім, енді сол Еркеғалиның айтып жатқан сөзі Ғалымжанның айтқан пікірі ғой. Енді екі еркек отырып алып, жаңағыдай баланы өмірге тәрбиелеу туралы әңгіме айтпай қойсын, өйткені біз оны 9 ай баланы өмірге әкелу үшін 9 ай көтереміз, қанша бізде токсикоз болады. Одан кейін түні ұйқымыз 4 болып қараймыз, ауырып қалатын күндері вообще ұйықтамаймыз. Сөйтіп, бүйтіп әсемдеп өмірге әкеліп, мен қызыма мысалы квартира алып бердім. Соң қызым болашағы деп біраз ақша счетына сап қойдым, бизнес ашып бердім. Қызым үшін де барлық сөйткен кезде келіп саған какой-то бір жүрген, өз бастарын асырай алмайтын, көктерінде көк тиыны жоқ жігіттер келіп мен қызым тәрбиесі туралы айтқан кезде мен прям күлкім келеді, бар емес пе ше. Қайырлы таң баршаларыңызға. Бүгін далаға шықсам күн көктем болып тұр, настроением көтеріліп кетті. Өзім ұйқымның планын орындап күшті болып тұрған едім. Қазір спаға бара жатырмын, шомылып күшті болып арға эфирге барам. Жүремін мен бүгін. Сол енді Шолпан апа маған арнап сторис салып қойыпты ғой.
сазайымды береді деп күтіп жүрген едім дейді. Енді Шолпан енді бір жобада отырғаннан кейін сөйлеспейміз, араласпаймыз, бірақ көріп жүрмін ғой сырттан қандай адам екенін. Сөйтіп итакты тағдыр сазайын беріп тұрған адамға не қылам деймін да, зиянын тигізіп. И жаным ашып кетті сол кездері, содан кейін қойшы деген ғой. А то сазайын таттыратын дүниелер көп қой. Одан кейін біреудің мен Құдайдың берген түріне, бойына, фигурасына әңгіме айтып пікірталасамаймын деп жатыр ғой. Онда сен Құдайдың маған берген қызына прицеп деп әңгіме айтпа. Құдайдың маған берген миына әңгіме айтпа, Құдайдың маған берген тағдырына әңгіме айтпа. Раз жекеге өтпейді екенсің, значит границаны сақтап жекеге өтпей жүр. Жекеге өтесің ба?